Папа, Оу, осы біз қандай руымыз? қандай руымыз дейсің ба? Ол көп нәрсеге байланысты ол. Папа, біздің 7 тамызға байланысты ғой, ә? Жоқ, ей. Мен бастан бұрын найман болды ғой. 4 жыл найман болдым ғой мен. Ал қазір қандайсыз сонда? Қандай? Қазір қандай бастық келеді, сол орыннан боламыз енді. Не қыласың майдаланып? Одан сен ана жаңа әкімнің қай рудан екенін білсеңші. Білші. Келген әкім, е? Уже готовы. Біздің жаңа әкім Ошақты. Болды. Бүгіннен бастап Ошақтымыз. Ай, қызықпа деймін. Жұмыстың жағдайы қалай болмақ сосын кейін? Өкпелетуге болмайды ана жаңа бастықта. Ол бар екен ғой, Одан сен былай істе. Сен ана жаңа бастықтың күйеу баласы болды. Мен соның руынан бола салайын да. Сен бір 5 жылда бір басың істейтіні бар сенің ше? Мен бір түйсіге қозғалып кетіп істеп кетемін. Папа, мен қалай Ошақты болам? Біздің мектептің директоры Арғын ғой. Онда сен арғын бол. Онда мен Қоңырат болам. Неге? Енді біздің ректор Қоңырат емес па? Ол қайдан білесің? Өзі маған лично айтқан. Онда сен Қоңырат. Так, ұмытқамаңдар. Сен Қоңырат, сен арғын, сен найман, мен Құшақпын. Қалай Ошақ? Ошақты. Ошақты. Мен Ошақтымын. Ұмытқамаңдар олар, мақұл ма? Иә. Дайын болыңдар. Бұрынғыдай шапырашты деп жүрмейік? Сөйтпеңдер.